Сәлем. Белгілі Notcoin жаңа ойын шығарды. Ойынның аты Lost Dogs деп аталады. Бұл ойынның уақыты 42 күнге созылатын болады. Ойынның ішінде WOOF деген монета бар. Біз оны тегін жинай отырып, кейін ақшалай ауыстырып, расымен де ақша таба аламыз. Одан бөлек достар, біз осы ойын арқылы құны бар Notcoin криптовалютасын тегін түрде табыс таба аламыз. Сондықтан достар, бұл жақта біз расымен де интернеттен ақша таба аламыз. Жалпы бұл бейнероликте сіздерге Lost Dogs'тан қалай Notcoin табыс табу керектігін, қалай WOOF монетасын алу керек және де қалай дұрыс дауыс беру керектігін осы бейнероликта айтатын боламын. Кеттік. Одан бөлек достар, арнаға тіркелу ұмытпаңыздар. Бұл жақта сіздерге интернеттен расымен де қалай ақша табуға болатын жолдарын көрсетемін. Ақша табу Telegram группасында Lost Dogs жайлы уже мен пост қалдырған болатынмын. Бұл посттың сілтемесін осы бейнероликтің описаниясынан таба аласыздар. Кіресіздер, кіргеннен кейін бірінші біз давайте қазір ойнау деген түймені басайық және де окей. Яғни сіздер осы ботқа күніне 2-ақ минутыңыз құрта отырып, Notcoin және WOOF монетасын таба аласыз. Бұл айтып кеткенде 6 апта ғана созылатын болады. Күнделікті дауыс берген сайын сіздерге мысалы өздерінің призовой фондты дұрыс берген адамдардың арасында бөліп алатын болады. Notcoin'ді плюс WOOF монетасын. Сізге күнделікті 3 нұсқа карточканы беретін болады. Сіз бір карточканы рандомны ретінде таңдау керексіздер. Бағыңыз жаны жанбайды, оны уже келесі күнде көретін боласыздар. Бұл жақта біздің мақсат өздерінің тапсырмасы бойынша бізге бір карточканы табу керек. Мысалы, популярный карточканы тап десе, ол яғни көп голосование жинаған карточканы бізге табу керек болады. Оны уже келесі күн біз біле аламыз. Среднюю деп тұр, яғни ортаншасы. Ол ортаншасы бізге 18%, яғни ортаншасы болып тұр. И непопулярную карту деп тұр. 17% жинаған, бұл бізде өте төмен. Бұл сондықтан непопулярный болып саналатын болады. Продолжить деген басамын. Продолжить. Ең бірінші кірген кезде сіздерге тегін түрде 10 WOOF монетасы берілетін болады. Мұны жоғары жақта, оң жақта көре аласыз. Өзіңіз сквадыңыз болады. Сквад деген бұл команда. Біздің өзіміз жеке командадан ашып қойған болатынмын. Ол команда қосылу үшін осы постта командаға деген түймені басып, осы біздің ақша табу командаға қосылыңыз. Одан кейін төменге қарасақ, найдите средний путь. Яғни бұл жақта бана айтып кеткендей, ортаңғы пайызды табу керек біз. Жоғары тұрған пайыз емес, төменгі пайыз емес. Ол қандай пайыз екені айтып кеткенде басында адамдар шешетін болады. Енді бұны жақта біз оқи алмаймыз, нақтылай алмаймыз, тупо просто біз рандомно біреусін таңдайтын боламыз. Мысалы, мынаны таңдаймын да проголосовать деген басамын. Все, достар, біздің бар жұмыс осы. Кіреміз, проголосовать деген басамыз, погнали дегенді басамыз. Все, выбор сделан деп тұр. Бір бонус уже бізде жасал қойды. Енді бұның нәтижесін көру үшін просто келесі күні көру керек, немесе сіз әр сағат санап отыратын болсаңыз, онда профиль деген батырман басасыздар, и мына конец раунда через 18 сағат деп тұр. Яғни 18 сағаттан кірсен уже жауап шығып тұратын болады. Егер де сіз дұрыс емес жауап беретін болсаңыз, онда тек сізге 3 WOOF монетасы беретін болады. Ал егер де дұрыс жауап беретін болсаңыз, 3 WOOF монетасы беріледі. Және де әр адамға Notcoin'нан таратып беретін болады. Notcoin'ның суммасы призовой фондқа байланысты және де қанша адам дұрыс жауап бергенге байланысты. Егер де көп адам дұрыс жауап беретін болса, онда призовой фондты әрқайсысын бөлген кезде Notcoin яғни аздау болып қалады. Ал егер де мысалы бір азақ адам дұрыс жауап беретін болса, онда Notcoin'ның суммасы сізге көбірек кошелегіңізге түсетін болады. Ол Notcoin монетаны сіз айта кетейін, бірден шеше аласыз. Notcoin криптовалютаны шешу үшін профиль деген түймені басамыз. Мысалы, қазір сәтте менде дұрыс жауап берген үшін 2 рет дұрыс жауап бергем. Соның арасында мен 1.19 Notcoin криптовалютасын жинаған екен. Просто забрать дегені басамын, создание транзакция дейді. Мен ПК арқылы отқаннан кейін қазір мен бұны тіркей алмаймын, бірақ та сіздер мысалы Тонкипр немесе осы Telegram кошелекті тіркейсіздерді және де забрать деген басасыздар, и сізде транзакция ашылатын болады. Мүмкін сізге сразу жіберу мүмкін Notcoin'ді, немесе осы ойын біткеннен кейін бірақ жіберу мүмкін, бірақ та транзакция ашылатын болады. Одан бөлек достар, сіздер өздеріңіз кошелегіңізді тіркеп қоя аласыздар. Мына жақта мысалы подключить деп тұрады. Менде қазір тіркеп қойғам, отключить деп тұр. Бірақ та сіздерде подключить деп тұрады. Одан бөлек достар, сіздер адам шақыра отырып бонус деген ала аласыздар. Сіз әр адамды шақырған үшін әр адамнан сізге бір бонус алатын боласыздар. Бір бонуспен сіз яғни голосование бере аласыздар. Мысалы, мен қазір сәтте өзімнің основной аккаунтымен 6 голосование бердім. Мысалы, мына
карточкаға ертең жауап шығатын болады. Расымен де егерде дұрыс түсетін болса, мен бұл жақта ноткоин кішкене көбірек алатын боламын, өйткені алды голосование бар. Одан бөлек бізде бұл жақта лига деген бар. Енді лига бізге аса маңызды емес. Бонус деген бар. Бонусты тоже бізде қатты маңызды нәрсе жоқ бұл жерде. Мына жақта бізге қанша күн қалғанын мына жақтан көріп отыра аламыз. Яғни 36 күн дейді. Правила игры, как распределять призы деген барлық жақтан осы жерден өз немесе оқып көрсеңіз болады. Білесіздер достар, жалпы ноткоин бірінші листинг бастап және де біраз адамдар $200 тапқан болатын. Яғни бұның болашағы бар және де расталған. Сондықтан достар, бұл өздерінің шығарған жаңа ойынына кіруге сіздерге кеңес беретін боламын. Все-таки бұл жақтан біз ақша тауып көретін боламыз. Сұрақтарыңыз болса, достар, комментария қалдырып кетсіңіздер. Сіздермен мен болған Әлібек, келесі көріскенше.